Саламатсыңдар ма 5-ші сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілінен 1-ші және 4-ші сабақтарды бірге орындайтын боламыз. 1-ші бөлім мәдениет, тіл және қарым-қатынас. 1-ші тарау ана тілі, ұлт байлығы. Ана тілі. Өлеңді мәнерлеп оқып, негізгі ойды айтыңдар. Ана десем, ана тілі ойға оралар. Баладай қуанарсың тойға барар. Тыңдасаң көше аңыздан көркем нақыл, олжамда қанжығама байлап алар. Тере білсек бір ауыз қар өлең, неше миллион інжу маржан шамамен, қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшер қандай бағамен. Ерке тіл, еркелеткіш тілім кенім, еркежан айналайын күнім менің. Ақ ботам, қоңыр қозым, алтын айым, қанша рет жүрек толқып сүйенгенің. Жұпарым, қырда алуан гүлдер таптым, өміршең өзімізді тілден таптым. Тіл екен жемісті жұпарлысы, аялап халық баққан гүлмен бақтың. Мұзафар Әлімбаевтың өлеңі екен балалар. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Ана тілінің байлығын көрсетуге ақын қандай тіркестер қолданған? Бұл өлеңде ерке тіл, еркелеткіш тілім, ақ ботам, қоңыр қозым, алтын айым деген сөз тіркестері қолданыпты. 3-ші шумақтағы сөздерді оқығанда қандай ойға келдіңдер? Тілімізді жылы сөздермен әртүрлі қылып еркелетіп айтсақ болады екен, е? 3-ші ана тілі туралы тағы қандай өлеңдер білесіңдер? Мұқағали Мақатаев атамыздың 3 бақтым өлеңі бар, е? Одан соң Мағжан Жұмабаев атамыздың қазақ тілі атты өлеңдері бар екен. Және тіл туралы өлеңдер бұдан да көп, е балалар? Жақсы. Келесі жазушы Шерхан Мұртазаның тіл туралы пікірін тыңдап, өз сөздеріңмен айтып беріңдер. Ол жерді тыңдап көріңдер, жақсы ма балалар? Ол жердегі негізгі ой өз ана тілін білмеген халықты немесе адамды мәңгүрт десе болады екен деп айтылған екен. Келесі нақыл сөздерді түсініп оқып жатқа жазыңдар. Дауысты дыбыстардың астын 1, дауыссыз дыбыстардың астын 2 сызықпен сызыңдар. Ана тілің 60 тілге татиды. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Туған ел тұғырың, туған тіл қыдырың. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Ана тілің 60 тілге татиды. Бұл жерде мен біріншісінде тек дауысты дыбыстардың астын 1 сызықпен сызып шықтым. Ал екіншісінде тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Дауыссыз дыбыстардың астын 2 сызықпен сызып шықтым. Ал қалған нақыл сөздерді өздерің осы мысалға қарап орындап шығыңдар. Міне ең астында дауысты дыбыстар берілген және дауыссыз дыбыстар берілген. Осыған қарай отырып орындасаңдар оңай болады. Келесі кесте берілген ақпараттан өздерің үшін ең маңыздысын таңдап алып жалғастырыңдар дейді. Қазақ тілі 1989 жылы мемлекеттік мәртебе алды. Қазақ тілі Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде Ресей, Өзбекстан, Монғолия, Қытай, Түркия, тағы да басқа елдерде тұратын қазақтардың да ана тілі болып табылады екен. Қазақ тілі дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан 600 тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие 200 тілдің қатарында тұр. Соңғы шыққан қазақ әдебиеті тілінің сөздігі 150 жылдан астам сөз бен тіркес енген. Бұл ана тіліміздің қаншалықты бай екенін көрсетеді. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақстан Республикасы қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде қабылдаған бірден-бір мемлекет. Әлемде 95 тіл мемлекеттік тіл болып табылады екен. Бүгінгі таңда қазақ тілі 16.197.000 сөйлеушісі бар тіл. Қазақ тілі бұл жағынан әлемдегі ірі 40 тілдің қатарына енеді. Қазақ тілі сөйлеушісі көп, ең ірі 5 тілдің қатарына кіріп отыр. 5-ші тапсырма. Оқылым және тыңдалым материалдары негізінде қазақ тілі бай тіл деген тұжырымды Попс формуласы бойынша дәлелдеп жазыңдар. 1-ші сөйлем менің ойымша қазақ тілі барлық қазақ халқының ана тілі. 2-ші сөйлем
Мен оны былай түсіндіремін. Мен оны әрбір адам ұлтын қалай жақсы көрсе, тілін де солай бағалап жақсы көру керек деп ойлаймын. Үшінші сөйлем, оны мынадай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Оны басқа елде тұрса да, сол жақта өмір сүрсе де, қазақ тілін білетін қандастармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Осыған байланысты мен ана тілімізді тек өзімізге ғана емес, бүкіл халыққа қасиетті әрі қастерлі тіл деген шешімге келдім. Жарайсыңдар балалар, келесі тақырып. Тіл қатынас құралы. Түркияда оқитын Жазира сіңілісі Елданамен WhatsApp арқылы сөйлесті. Рөлге бөліп оқыңдар. Сәлеметсің бе, Елдана? Елге жақсы жеттіңдер ме? Сәлеметсіз бе, Апкетай? Біз жақсы жеттік. Қалай, Түркия ұнады ма? Әрине ұнады. Бірақ үйімді, достарымды сағынып қалдым. Мен де сағынып жүрмін. Туған жерге жер жете ме? Каникулда барамын. Сау бол, Ботақан. Менен бәріне сәлем айт. Тезірек келіңіз. Астананың қалай құлпырып кеткенін көресіз. Сау болыңыз. Сұхбатта неше адам қатысып тұр? Сұхбатта бізге берілгенде Түркияда оқитын Жазира және сіңілісі екеуінің сөйлескендерін айтқан. Демек, сұхбатқа 2 адам қатысып тұр. Қашықтықта тұратын адамдардың бір-бірімен пікірлесуінің қандай мүмкіндіктері бар? Қазіргі таңда ғаламтор желісімен әртүрлі және әр жақтағы адамдармен қарым-қатынас, бір-бірімен пікірлесуінің мүмкіндіктері өте зор, балалар. Жарайсыңдар. Келесі диалогты өздерің есте сақтап қорытынды жазыңдар. Мұғалім, балалар, адамға тіл не үшін керек? Оқушылар, сөйлеу үшін. Мұғалім, ал сөйлеу не үшін қажет? Азамат, адамдармен қарым-қатынас жасау үшін. Әлия, бір-біріміздің ойымызды білу үшін. Менің қорытындым, тіл адамдарға өз ойын жеткізіп және адамдармен қарым-қатынасқа түсу үшін қажетті құрал. Дыбыс. Дыбыстау мүшелері: тіл, ерін, тіс, көмей, өкпе, тағы да басқалар арқылы жасалып, құлаққа естілетін үн дыбыстардан сөз құралады. Ал әріп дыбыстың жазудағы таңбасы. Ол көзге көрінеді, бірақ құлаққа естілмейді. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Оның 28-і төл дыбыстарды таңбалайды. А, Ә, Е, О, Ö, О, А, Ә, Б, Г, Д, Ж, Э, И, Қ. Осылай кете береді. Міне осы кестенің ішіндегідей дауыссыз дыбыстарда осыған қосылады екен. Төл дыбысымыз 28. Кірме сөздердегі дыбыстарды мына әріптер таңбалайды. В, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Э, Х, Ё деген дыбыстар кірме дыбыстар, яғни басқа тілден енген сөздердің дыбыстары. Қазақтың төл сөздерінде және кірме сөздерінде кейде дара, кейде бірнеше дыбыс қосындысы таңбалайтын әріптер. У, И, Я және Ю. Кірме сөздерде кездесетін дыбыстық мәні жоқ әріптер жіңішкелік белгісі және жуандық белгісі. Тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді екен. Жарайсыңдар. Келесі 3-ші тапсырма. Төл және кірме сөздерге бірнеше мысал келтіріп, дыбыстарды сызба бойынша талдаңдар. Мысалдар, төл дыбыстар және кірме сөздердегі дыбыстар беріліпті. Мысалдарға мұғалім, вагон, шахтер және велосипед деп жазамыз. Төл дыбыстарға А, Ә, Б, Е, О деп дауысты және дауыссыз дыбыстарды араластырып жазайық. Кірме дыбыстар В, Ф, Ч, Ц, Я, Ш, Ю. Мысалдарда мұғалім деген бұл өзіміздің төл дыбыстарымыздан құралған. Вагон, шахтер, велосипед дегендер бұлар кірме дыбыстары арқылы жасалыпты. Жарайсыңдар. Келесі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңдар. Осы үлгіде өздерің де өлең жазып көріңдер. Бұл біздің Қадыр Мырза Әли атамыздың не үшін деген өлеңнен алынған екен. Екі көзің не үшін керек? Жақсылықтарды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларымнан қынбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғың шетте жүрсем, туған жерге қайту үшін. Жарайсыңдар.
Келесі үшінші тарау тіл бірлік құралы. Мәтінді түсініп оқыңдар. Өткен сабақтағы оқылым материалынан бұл мәтіннің құрылымында қандай айырмашылық бар екеніне назар аударыңдар. Біз Қазақстанға 1944 жылы Грузияның Түркияға шекаралас Ахалкалак деген қаласынан жер аударылғанбыз. Ол кезде мен ес біле қоймаған жас баламын. Өзінің даласындай дарқан, пейілі кең қазақ халқы бізді жақсы қарсы алды. Бір бөлмелі үйінің бір бұрышын, екі бөлмелі үйінің бір бөлмесін босатып беріп, бүтінін бөліп, жартысын жарып беріп, аман-есен бейбіт күнге жеткізді. Ұлтым Әзербайжан болғанымен, қазақтың қадірлі қызы болып жүргенім осы тілдің арқасы. Қазақтың тілі киелі, киелі тіл жүрген жерде күйе жұқпайды. Асылы Осман. Мәтінге қандай тақырып қояр едіңіздер? Мәтінге 2 тақырып қойсақ болады екен. Міне, бірінші тақырып қазақтың қадірлі қызы, екіншісі киелі тіл жайлы. Келесі сұрақ: Асылы Османның осы әңгімесінен нені байқадыңдар? Қазақ еліне және тіліне деген құрметі байқалады. Бүтінін бөліп, жартысын жарып деген тіркестердің мәнін қалай түсіндіресіңдер? Ешкімді бөліп жармай, шетке ысырмай, өзіңде бармен бөлісуді айтады екенбіз. Қазақ тілін еркін меңгерген өзге ұлт өкілдерінен тағы кімдерді білесіңдер? Өзге ұлт өкілдері қазақ тілін еркін меңгерген өте көп, иә балалар. Біз оның арасында Шиповских пен Лаксутова деген кісілерді біледі екенбіз. Түсініп оқып, жаттап алыңдар, тірек сөздерді анықтап, дыбыстық талдау жасаңдар. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады. Қазақстандықтардың басын біріктіруші фактор қазақ тілі. Сондықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін баршамыз бірігіп көтеруіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл жердегі тірек сөздер қазақ тілі, мемлекеттік тіл, қазақстандықтар және фактор. Ал бізде фактор деген басқа тілден енген сөз. Оның ішінде Ф әріпі кірме сөздерде кездесетін дыбыс екен. Балалар, бізде алдыңғы мәтіндегі жер аударылғандар дегеніміз басқа елден еріксіз қоныс аударғандарды айтады екенбіз. Ал киелі дегеніміз қасиетті деген мағынаны білдіреді екен. Жақсы, енді 4-ші төмендегі мәтінді оқып, деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 1-ші деңгей: соңғы 3 сөйлемдегі дыбыстарды дауысты дауыссыз түрлеріне топтастырып жазыңдар. Міне, 1-ші деңгейге сендерге оңай болсын деп дауысты дыбыстарды және дауыссыз дыбыстарды бөліп жазып қойдым. Келесі 2-ші деңгейде өздерің ізденіп, осыған ұқсас мәтіндер табыңдар дейді. Қазақ тілінде 16 миллион адам сөйлейді, оның 1.800.000-ы өзге ұлт өкілдері. Түрік, өзбек, қарақалпақ, Әзербайжан, қырғыз, татар, орыс және ұйғыр екен. Бұлар өзге ұлт өкілдері. 3-ші деңгей Грейстің жазбасы мен Асылы Османның естелігіндегі ақпаратты салыстырып, Вен диаграммасына түсіріңдер. Келесі Вен диаграммасы тілдің маңыздылығы, екі жақтағы да. Асылы Осман бұл өзге ұлттың қазақ тіліне деген құрметі екен. Ал Грейс жазбасында ана тіліміздің қан арқылы берілетіні жайлы айтылған екен. Жарайсыңдар. Ең алдымен, сәлеметсіз бе? Менің атым Грейс. Мен Таразда тұрамын. Тараз әдемі қала. Рахмет деген сөздерді үйрендім. Қала бірден ұнады. Тал терегі, ағашы көп екен. Адамдары да қонақ жай, бауырмал. Содан соң бұл қаланың ауа райы ұнады. Қазақ тілін үйрену алғашында қиынға соқты. Мұғалімдерге рахмет. Қазақ тілін үйрену үшін барлық жағдай жасалған. Филиппиннен келген Грейс Педригалдың жазбасы. Келесі тіл туралы нақыл сөздермен танысыңдар. Жұпта бір-біріңмен талқылаңдар. Т кестесін толтырыңдар дейді. 1-ші нақыл сөздер, одан кейін түсіндірме екен. Тіл достықтың алтын көпірі. Тіл ақылдың өлшемі. Әдеп басы тіл. Аузы
Құлып сандықты тіс ашпаса тіл ашар дейді. Енді бірінші, тіл достықтың алтын көпірі. Бұл адамдардың бір-бірімен табысып достасуы үшін қажетті құрал. Тіл ақылдың өлшемі. Тіл арқылы адамдар ойындағысын жеткізіп, ақылы қандай екенін көрсетеді, ал қалған нақыл сөздерді өздерің осыған қарап жасаңдар. Енді қазақ тілін үйреніп жүрген ұлт өкіліне достық көңілдеріңді білдіріп, хат жазыңдар дейді. Ол жерде мұратыңызға жетіңіз, сәттілік тілеймін, мерейіңіз үстем болсын, нұр жаусын және айыңыз оңынан тусын деген сөздерді қолдану керек екен. Сәлем, Линда, қалың қалай? Тілді үйрену қиын болып жатқан жоқ па? Біздің қазақ тіліміз әлемдегі ең жеңіл тілге жатады. Саған сәттілік тілеймін, мерейің үстем болсын, ізгі ниетпен құрбың Айнұр. Жарайсыңдар, келесі 4-ші сабақ тіл тазалығы. Ұялы телефондағы жазбалардан алынған сұхбатты рөлге бөліп оқыңдар. Привет, сұрағыма неге жауап жазбадың? Соткам өшіп қалыпты, не болды? Субботада паркке барасың ба? Кімдер барады? Почти бәріміз. Пока білмеймін. Мамам не дейді? Короче, барсаң айтарсың. Окей, пока. Сұхбаттың басты кемшілігі неде? Мұндай кемшілік өздеріңде кездесе ме? Сұхбаттың басты кемшілігі жазу мәтінінде және сөйлесу мәнерінде, балалар. Себебі бұл жерде қазақ тілін емес, орыс тілін көп қолданып тұр. Бұл жерде қазіргі таңда бұл кемшілік өздерінде кездесе ме дейді. Қазіргі таңда бұл кемшілік бәрінде кездеседі, сөздерін қысқартып жазу үшін осылай сөйлеседі. Тіл тазалығына нұқсан келтіріп тұрған сөздерді дұрыс нұсқасымен ауыстырып сұхбатты қайтадан жүргізіңдер. Міне, привет деген орнына сәлем, сұрағыма неге жауап жазбайсың? Ұялы телефоным сөніп қалып еді. Не болды? Сенбі күні саябаққа барасың ба? Кімдер барады? Бәріміз барамыз. Әлі білмеймін, маған анам не дейді? Егер барсаң айтарсың. Жарайды, сау бол. Көрдіңдер ме, осындай қазақ тіліндегі сөздерді қолданып, тілдің тазалығын қолданып жазсақ болады екен, балалар. Келесі. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан пайда болады. Олар тек үннен тұрады. Қазақ тілінде 9 төл дауысты дыбыс бар. А, Ә, Е, О, Ö, О, Ö, Ы, жіктелуі тілдің қатысына қарай жуан жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық қысаң, ерінің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді екен, балалар. Жуан дегеніміз ол дауыстың жуандауымен айтылады. А, О, О, Ы. Көрдіңдер ме? Шығуы, үні барлығы бірдей. Жіңішке Ә, Ö, Ö, Е. Бұлар да шығуы өте жіңішке естіледі. Жақтың қатысына қарай ашық. А, Ә, О, Ö, Е. Қысаң Ы, О, Ö. Көрдіңдер ме? Даусымызды кішкене қысыңқырап айтқанда осы әріптер шығады екен. Еріндік және езулік. Бұл еріннің қатысына қарай. О, Ö, О, Ö. Көрдіңдер ме? Ерініміздің алдыға қарай созылып дөңгелену арқылы жасалады. Ал езулік А, Ә, Ы, Е. Бұл езуіміздің артқа қарай тартылуы арқылы жасалатын әріптер екен. Міне, дауысты дыбыстармен таныстыңдар. Сендерге сабақ түсінікті болса, маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.